Ассаламу алейкум. Сіздермен бүгін біз піл сүресін, яғни фил деп айтылады, қазақша піл деген сүре. Соның тәжвидтік талдауын жасайтын боламыз. Жалпы бізде мимнен және бәден басқа әріпке жолығатын болса, яғни сукунды миміміз, ол бізде изхар шафауия. Көп жолығады байқасаңыздар. Және де қараңыздар, тармихим, сукунды мим б әрпіне жолықты. Бұл кезде ихфа шафауия, яғни мимға байланысты, егер мим жолығатын болса, сукунды миммен, ол кезде идғам мислейн, ол түсінікті. Ал бға жолықса ихфа шафауия, ал б мен мыдан басқа әріпке жолығатын болса изхар шафауия. Осы үш-ақ ереже бар. Изхар шафауия және ихфа шафауия деген. Бға жолықса ихфа шафауия, ал қалған басқа әріптерге жолықса, ол бізде изхар, яғни мимді біз анық оқимыз. Ал мына жерде сәл болсын анау б әрпіне жасырып деген сияқты, немесе сәл өзгешелік, тармихим деп ұстап деген сияқты өзгешелік болады. Және де каасфин, бізде тәнуин мимға жолықса не істейміз? Кіргіз жібереміз. Каасфин мәкул емес, каасфим деп мыға кіргіз оқимыз. Мәкул. Бұл бізде идғам және қандай? Ғунна. Енді оқылуына келетін болсақ, бисмилля. Бисмилля. Бұл енді үлкен мұғжизан сүрелердің бірі келтіреді енді. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Матариф. Әләм тара, кайфа фа'аля раббука би асхабил фил. Әләм тара. Бізде не? Изхар шафауия. Кайфа фа'аля раббука. Ро фатхамен тұр. Демек тафхим, жуандық ережесі бар. Би асхабил. Лыға кіріп кеттік. Қамария. Фил. Негізі фили әлем деп оқып кетсек, мәт табиғи. Бірақ тоқтайтын болсақ, біз сукун арит келеміз. Не болады? Мәт арит болады. Фил. Яғни біздімде қосымша уақытша сукунымыз бар. Сона келдік. Сол себепті мынау мәт арит болды. Әләм яджал кайдахум фи таблил. Әләм яджал. Изхар шафауия. Яджа қалқала. Ж әрпін тербет оқимыз. Кайдахум фи. Сукунды мим ф әрпіне жолықты не істеді? Изхар шафауия. Фи мәт табиғи таблил. Не істейміз? Бізде бұл мәт арид болады. Әләм яджал кайдахум фи таблил. Одан кейін وأرسل. Ро әрпіне жуан болып тұр. Өзі сукунды өзін алдың әріп фатхалы. Демек, ро әрпін жуан оқимыз. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. Не жерде алейхим то. Сукунды мим то әрпіне жолықты. Қандай болады? Изхар шафауия. Сукунды мим б әрпімен мимнен басқа әрпке жолықса. Тойрон. Біріншіден ро әрпі жуан оқылып тұр. Тафхим жуандық ережесі. Екіншіден бізде тәнуин өзінен кейін не? Хамзаға жолықты. Рон немес басқа өзгетпей оқимыз, анық шығарамыз. Демек бұл изхар ережесі. Тойрон яғни хамзаға жолықты тәнуиніміз. Әбә мәт табиғи, бил мәт арид. Тармихим бихиджаратим мин сиджил. Ро сукунды өзін алдың қарып фатхалы. Демек жуан, тафхим. Тә жіңішке тор деп оқымаңыздар. Тор михим емес. Немесе тәр михим емес. Тә жіңішке ро жуан. Тәру деген сияқты. Сосын ми мәт табиғи хим б. Сукунды мим бәріпіне жолықты. Не істейміз оны біз? Бұл бізде ихфа шафауия. Хижа мәт табиғи ро. تفخيم
жуандық ережесі ротим мыға кірді. Бұл жерде бізде бұл идғам және не ғунна. Бұл жерде ротин мы емес, ротим мин. Сосын мин ихфа сәртін жолды. Жіңішкертіп. Мин син әрпі қай жерден шығады? Тілдің ұшы астыңғы тістердің түп жағынан. Мин сиджил мәт арил. فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم سكون ميم кафке жолықты. Бізде не болады ол? Изхар шафауия. Каасфин тануин өзінен кейін мимге жолықты. Кіргіз жереміз идғам ғуннамен. Каасфин мәкул мәт арил болады. Енді бұл фил сүресі дедік қой. Не үшін піл бұл? Бұның хикаясында бәріңіз білесіз, піл оқиғасы деген нәрсе болған. Піл оқиғасы осыдан пайғамбарымыздың, яғни дүниеге келуінен алдын болған. Бұл сол пайғамбарымыздың дүниеге келуінің, пайғамбарымыздың бір алдын ала болатын бір үлкен оқиға. Бұл оқиғада Абраха деген, яғни ол енді Кабаны көреді ғой, сондай бір қаратас кішкентай, сол жерге қаншама адамдардың құлшылық жасап жатқанын көреді. Ендеше дейді, ол тұрады да өзі үлкен сарай қылып шіркеу салдырады. Сол шіркеуіне бір күні бір араб және енді дәрес сындырып кетіп, былайша айтқанда дуалдарына жақып кетеді дейді. Оған ол ашуланады да, енді ол ашуын ол жаңағы арабтан емес, тұрып жаңағы қаратастан алмақшы да, яғни мен мына қаратасты бұзам, сөйтіп бәрі менің шіркеуіме келіп және құлшылық жасайтын болады. Әсем болған, үлкен болған, зәулім болған деген сияқты. Неге осыған келмеске дегендей. Сөйтіп бұл әлемдегі ең мықты әскерлер. Одан қалса ең үлкен жаңағы жануар болған піл және де соғыс пілдерін, арнайы соғысқа дайындалған пілдердің бәрін не істейді? Алып жолға шығады. Арғылай оқиғаларында білесіздер. Ол Меккеге келген кезде Әбдімұталиппен болады оқиғасы. Жалпы сол үлкен болған, сондай бір жойқын болған әскерді Алла Тағала не істейді? Мына жерде біз оларға сондай бір әбәбил деген құстар жіберді дейді. Кішкентай құстар, сондай бір әлсіз құстар. Олар не істеді? Сондай бір тастар дейді. Ол тастар не істеді дейді? Мына жерде бихиджаротин мин сиджил, піскен топырақтан тас жаудырды. Енді ол тастарды кейбіреулер жаһаннам тастары деп айтады. Яғни жалпы кішкентай тастар, соны сол құстар жаңағы әскерге атады. Ол әскерге атқан кезде олар қандай қылады? Сол жаңағындай тас тиген жер шұрық тесік болып кеткен дейді. Бұл сондай бір жойқын үлкен әскерді Алла Тағала сондай бір әлсіз құстарымен, сондай бір кішкентай тастармен теп-тегіс қылды да. Яғни үлкен күштерді сондай бір әлсіз нәрсемен де Алла Тағала жермен жексен қылады. Сол нәрсені айтады. Одан кейін енді бұл жерде бағана Құрайш сүресінде айтқанбыз ғой тоже. Өйткені Алла Тағала осы арқылы Каба өзінің үйін сақтап қалды. Және не? Тасты жаңағы Құрайштықтарды сақтап қалды. Осы оқиғадан кейін не? Бұл оқиға тарих қой. Жан-жаққа жайылады. Құрайштықтардың үстемі, мерейі одан сайын өсетті. Оларға одан сайын мәртебе берілді. Ендеше неге олар ширк жасап, серік қосып, Алла Тағаланың өзіне емес, бұттарға табынып кетті дегендей бағана Құрайш сүресінде айтқанбыз. Бұл сүренің тағы да бір немесі, мысалы сіздерге бір соғыс, тарихи бір нәрсе болатын болса, сіз оны жоққа шығара алмайсыз. Ол кәдімгі тарихта мыңдаған адамдар көрген, мыңдаған адамдар ол нәрсені хабармен кейін ұрпаққа жеткізген. Мына піл оқиғасы да тура сондай да. Бұны сол уақытта тарихтағы адамдар көріп, өзінен кейін жеткізіп отыр. Бұны ешкім жоққа шығара алмайды. Және Алла Тағала қаншама жылдардан кейін жаңағы Құрайштықтарға осындай оқиға болды ғой. Неге сендер шүкірліктеріңді ұмытасыңдар деген сияқты ескерту жіберілген сүре. Пайдалы болсын.